Былтыр қазақстандықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 75 жасқа жетті. Әрине барлығы бұл жасқа жете бермейді. Адамдар түрлі себеппен өмірден ерте озып жатады. Бірі көлік апатына түседі, енді бірі айықпас дерттен көз жұмады. Ал енді кейбірі өз өмірін өзі қияды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлемде жыл сайын 720 мыңнан астам адам саналы түрде өмірмен қош айтысады. Бұл статистиканың ішінде қазақстандықтар да жетерлік. Өкінішке орай еліміз суицид бойынша көш бастап тұрған елдердің бірі. Елімізде әсіресе жастайынан қыршыннан қиылатындар көп. Соңғы кездері мұндай қайғылы жағдай тіпті жиіледі. Бір ғана Алматыда соңғы уақытта бірнеше жасөспірім өзіне қол жұмсап ақтық сапарға аттанды. Мәселен, 16 қыркүйекте Алматыда 2 оқушы көп қабатты ғимараттан секіріп қайтыс болды. Әлеуметтік желілерде осы оқиғадан 3 күн бұрын тағы бір қыздың өзіне қол салғаны туралы хабар тарады. Ал кейінірек полиция тағы бір суицид оқиғасын растады. 22 қыркүйекте шекара училищесінде 19 жастағы курсанттың өзіне қол жұмсағаны, 23 қыркүйекте 18 жастағы жігіттің суицид жасағаны, ал 25 қыркүйекте қаладағы университеттердің бірінде студенттің өз-өзіне қол салғаны анықталды. Мәселе қаншалықты ауқымды? Шынымен өзіне қол салатын жасөспірімдер қатары көбейіп бара ма? Алдымен осыны анықтап алайық. Ол үшін мына статистикаға назар аударыңыз. Көріп отырғаныңыздай, жыл сайын елімізде шамамен 500-ден астам бала мен жасөспірім суицид жасауға оқталады, ал оның 170-ке жуығы өз ойын іске асырады. Бұл дегеніміз 2 күнде бір бала не жасөспірім өзіне қол жұмсап, бір отбасы қан жұтады деген сөз. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда өз-өзіне қол жұмсайтын жасөспірімдердің орташа жасы 15 пен 17 жас. Бірақ мұндай жағдайлар 11 және 13 жас аралығындағы балалар арасында да жиілеп барады. Жасөспірімдер арасындағы суицид неге өршіп тұр? Олар мұндай қадамға неге барады? Және ең бастысы, мұның алдын ала аламыз ба? Көбі мұның алдын алу мүмкін емес деп ойлайды. Алайда шын мәнінде суицид біз ойлағандай бақылай алмайтын құбылыс емес. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицидті азайтудың өзіндік тиімді тәжірибесі болған. Бірақ ол тиімділігіне қарамастан тек тәжірибе жүзінде қалып қойды. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыратын Білім Foundation корпоративтік қоры 2015-2020 жылдар аралығында Қызылорда, Ақмола, Ақтөбе және Атырау облыстарында суицидтің алдын алу бағдарламасын тәжірибеден өткізді. Нәтижесінде бұл аймақтарда суицид 50%-ға, ал суицидке оқталу жағдайлары 78%-ға азайған. Білім Foundation қорының президенті Ерлан Айтмұхамбетов пен суицидтің себебі және оның алдын алу жолдары жайлы әңгіме өрбіттік. Бұл қор 2016 жылы құрылып, сол уақыттан бері балаларды суицидтен қорғау бағдарламасымен айналысып келе жатыр. Ең басында бұл жоба болып қалыптасты 2015-17 жылдардың аралығында. Кейін біртіндеп өңірлерге тарай бастап, ол қайтып бағдарламаға айналды. Бұл жобаның басты мақсаты Қазақстанда суицидтен өз-өзіне қол салумен болып жатқан статистикаға бір ықпалын ету, төмендету, балалардың өмірін сақтап қалу, сондай мақсат қойды. Сондықтан да ең басында жобаның басталуы осы тікелей суицидті тоқтатуға бағытталған жоба болып есептелді. Жалпы бұл жобаның пайда болуына үлкен алғышарттары бар. 2012 жылы Қазақстанда балалардың суицидтен өлімінің ең үлкен бір шегіне жеткен болатын. Яғни Қазақстандағы жасөспірімдердің өлімінің бірінші себебіне шықты. Бірінші себебі суицид болды. Қазақстандағы балалардың мектеп жасындағы қаза болуының екінші себебі тұрмыстық жағдайда апаттар болды. Үшінші себебі транспорттық оқиғалар, төртінші себебі аурулар, сөйтіп кете береді. Сонда бірінші себеп осы суицидтен балалардың өлімі көп болғаннан кейін Қазақстанда суицидке талпыныс және суицид оқиғаларының таралымы көп болғаннан кейін үлкен зерттеу жүргізілді.
Ол зерттеуді жүргізу үшін Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы балаларды қорғау қоры бар, ЮНИСЕФ. Сол ЮНИСЕФ қорының әдістемелік демеушілігімен, көмегімен, сонымен қатар білім министрлігі ол кезде, денсаулық министрлігі, осы үлкен ұйымдар бәрі біріге отырып Қазақстанда зерттеу жүргізеді. Зерттеудің басты мақсаты балалар суицидтен не үшін қайтыс болады және оның түбіндегі себеп неде, соны анықтау болды. Зерттеуге Қазақстандағы суициді төмендемей келе жатқан көп жылдан бері өңірлер кірді. Оған Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы және Батыс Қазақстан облысы. Сол үлкен зерттеулер жүреді. Зерттеулерге Европаның суицидология зерттеу институтының адамдары қатысады. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің қасында психикалық саулық орталығы бар. Сол ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол ғылыми зерттеу орталықтың мамандары қатысады. Қазақстанда осы мәселемен айналысып жүрген басқа да ғалымдар қатысады. Осы зерттеу өтіп, бір жылдың ішінде сол зерттеу өтеді. Ол зерттеудің қорытындысы мына нәтижесі былай болып шықты. Осы зерттеудің барлық қорытындысы жазылып, енді Қазақстан не істеу керек және қандай жоба құру керек, қалай жолмен жүреді, соған не жазылған болатын, шешім жазылған болатын. Зерттеудің нәтижесінде ғалымдардың барлығының айтқаны, барлық суицидтің түбінде тұратын негізгі себеп бұл балалардың психикалық саулығының нашарлығы. 90% себептер балалардың өлімін зерттегеннен кейін, мысалы бала қайтыс болғаннан кейін оның алдындағы уақытын ретроспективті түрде зерттеген кезде 90% өлімнің ішінде балалардың психикалық бір ауру белгілері болғаны анықталды. Басқа тұрақты себеп анықталған жоқ. Мысалы, өте жиі қазір қоғамда айтатын интернет себеп болды, ЕНТ себеп болды, ОБТ себеп болды және басқа мәселелер себеп болды деп жатады. Ол себептің барлығы көп кездескен жоқ. Кездескен тек қана бір себеп, бұл балалардың психикалық саулығы. Қазақстандағы жүргізілген зерттеудің қорытындысы мынау дүниежүзілік жасаған зерттеудің қорытындысымен бірдей болып шығады. Сонымен мынау дүниежүзілік Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуімен Қазақстандағы зерттеудің нәтижелері шамамен бірдей болып шығады. Өйткені мына әлемдік денсаулық сақтау ұйымы да айтады, адамдардың, кез келген жастағы адамдардың өз-өзіне қол жұмсауының түбінде психикалық саулығының нашарлығы деп жатыр. Сондықтан да осы себеп анықталғаннан кейін мамандардың айтқаны, суицидпен күресу үшін ең үлкен бірнеше қадам жасау керек. Бірінші қадам бұл психикалық саулығы нашарлап, көмек таппай жүрген адамдарды, ішіндегі жан күйзелісі бар адамдарды уақытысында анықтап табу. Екінші қадамы ол адамдарға сапалы түрде уақытылы дұрыс көмек көрсету. Және үшіншісі, үлкен себебі адамдар өзінің психикалық саулығын дұрыс сақтау үшін, психикалық саулығына байланысты дамыта алу үшін, жақсарту үшін не істеу керек, соны оқыту керек, үйрету керек деп айтады. Оны психикалық сауаттылықты арттыру дейді, орыстар оны психообразование дейді. Сол үш мәселемен айналысу керек деп ұсыныс берілді. Бұл ұсыныстың барлығы осы зерттеу қорытындыларында бар. Кейін бұл ұсыныстарды қарай отырып, үлкен жоба құрылды. Бұл жобаны жасөспірімдердің арасындағы суицидті алдын алу жобасы деп аталды. Жоба құрылғаннан кейін бұны эксперименталды түрде ең бірінші 2015-17 жылдардың арасында Қызылорда облысына енгізді. Қызылорда облысында ол жерде шамамен 350, қателеспесем 380-дей білім беру ұйымдары бар, мектептер және колледждерді бірге қосқан кезде. Сол жерде шамамен 35 мың бала бар, 14 пен 17 жастағы. Сол балалардың барлығын сауалнама арқылы скринингтен өткізіп қараған кезде қиналып жүрген,
жасырын түрде ешкімге білдіртпей суицидтік талпыныстар жасаған, ешкімнен көмек таба алмай жүрген балалардың саны көп анықталды. Егер де ол жоба басталмай тұрып, психологтардың өздерінің анықтап жүрген балалары облыс бойынша мысалы қанша еді ол кезде? Ол кезде 100 адамның көлемінде болатын болса, кейін мына жоба арқылы анықтаған кезде ол 12 резге өсіп кетті. Яғни шын мәнінде психологтар көрмей жүрген, жан күйзелісінде жүрген балалар облыста 100 емес, 1012 ма солай болып шықты. Өз-өзіне қол жұмсауға барады деп ойламаған, өте жақсы оқитын, белсенді балалардың өмірінде де, тарихында да сондай оқиғалар шықты. Яғни скринингтің, яғни балалардың арасындағы психикалық саулығы нашар балалар сөйтіп анықтап алды. Екінші жасағаны бұл Қызылорда облысында білім басқармасы, денсаулық басқармасы барлығы бірге отырып бұл балаларға көмек көрсетті. Яғни бұл балалардың шамамен 80% бұл психологтардың коррекциялық консультациялық жұмыстарына кетті, 20%-ын емдеумен айналысқан бұл дәрігерлер болды. Осылай 2 жылдың ішінде жұмыс жүргізілді. 2 жылдың ішінде Қызылорда облысында суицидке барған, суицид фактілері 50%-ға қысқарды. 2 жылдың ішінде 50%-ға түсті. Егер де жоба басталмай тұрған кезде жыл сайын 12, 13, 14 бала Қызылорда қаза болып отыратын болса, суицид жоба басталғаннан кейін ол жерде баланың өлімі 4-6 неге дейін түсті, көрсеткіштерге дейін түсті. Сөйтіп жобаның тиімділігін көре бастадық. Екінші, мына суицидке талпыныс деген не бар, жаңағы құбылыс. Бұл құбылыс 78%-ға түсті. Яғни талпынысқа барам деп жүрген балалардың саны 12-ке дейін түсті, 78-ден 12-ке дейін түсті. Бұл жобаның жұмыс істейтін сол кезде көзіміз жетті. ЮНИСЕФ бұл жобаның нәтижелерін көрсетті, жобаның тиімділігін көрсетті. Сол уақыттан бастап мына білім министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі, ішкі істер министрлігі бірге отырып бұйрық қабылдайды. Бұл бұйрықтың нәтижесінде бұл жоба барлық Қазақстанның өңіріне кіру керек болып жоспарланды. Енді бұйрық шықты, бірақ та өкінішке орай Қазақстанның барлық өңіріне бұл жоба кіре алмады. Оның түрлі себептері болды. Осындай мәселелер болып жатқан кезде бұл жобаны жүргізетін ұйым керек болды, ол отандық ұйым керек болды. Өйткені ЮНИСЕФ халықаралық ұйым ретінде оны Қазақстанға тарата алмайды, халықаралық заң нормалар бойынша. Сондықтан қазақстандық ұйым, осы Білім Фаундейшн ұйымы солай құрылды. Сонымен жобаны ары қарай Білім Фаундейшн оператор ретінде Ақтөбе облысына енгізді, Қызылорда облысында жалғастырды, Ақмола облысына енгізді, Атырау облысына енгізді. Сөйтіп сол 4 облыста 4 жыл, 5 жыл біз тұрақты жұмыс істедік. Жыл сайын балаларды анықтап отырдық, жыл сайын психологтарды оқытып отырдық, дәрігерлерді оқытып отырдық, анықталған балаларға көмек көрсету жұмысын жүргізіп отырдық. Осылай толыққанды жоба 4 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде жақсы жұмыс істеп жүзеге асты. Нәтижесін қарайтын болсақ, мына 4 жылдағы нәтиже, 4 жылда да әрбір жұмыс істеп отырған өңірлерде де жобаның тиімділігі болды. Міне, мысалы 15 жылы 10 факт болса, Қызылорда облысында ол 3-ке дейін түсті, 12 факт болса, Ақтөбеде ол 3 фактіге дейін түсті болды. Ақмолада 14 фактіден 4 фактіге дейін түсті. 5 осындай жақсы нәтижелерге келе бастады. Сөйтіп, Қазақстанда бұл жоба өзінше бір стратегия ретінде жұмыс істеу керек. Бір ғана жоба барлық өңірлерге енгізілу керек. Және бұл жобаны жұмыс істеуге Қазақстанның барлық өңіріндегі үкіметтік емес ұйымдар, мемлекеттік органдар араласу керек деген жоспар болды. Сол бойынша біраз уақыттар сөйтіп жұмыс істедік.
Алматы, Астана, Шымкент қалаларында да бұл жоба енді, бірақ та бір жылдан артық ол жерде жұмыс істей алған жоқ жоба. Оған да енді түрлі себептер болды. Жаңа басшылықтың ауысуы, басшылық ауысқан кезде жобалар көбінде тоқтап қалады, сонымен ол жоба қайтып кіргенше уақыт өтетін болды. Сосын тағы бір мәселе, біз 19-шы жылы, 20-шы жылы ковид келді, сонымен ковид келген кезде бұл жобаны мүлдем тоқтауына алып келіп соқты. Сондықтан да бұл жұмыстарға да жалғастыру керек. Қазіргі кездегі барлық өңірлердегі болып жатқан суицидтер, әсіресе Алматыда болып жатқан суицидтер, әрине бұл әлі тағы да зерттеледі, оған байланысты тергеу жүреді. Мүмкін ол жағдайдың бәрі суицид болуы да мүмкін емес болған шығар, өйткені суицидпен қатар жаңағы басқа адамды өлімге мәжбүрлеу немесе суицидке ұқсатып қылмыс жасау дегенде факторлар болуы мүмкін. Енді бұны тергеу және зерттеу көрсетеді, бірақ та басты мәселе қай жерде қандай суицид болмасын, оның түбінде сол психикалық саулықтың нашар болғаны көрінеді. Суицидтер көп жағдайда жиілігі артып кетеді. Мысалы, Алматыда болды, алдында ол 2018-де Қызылордада болды, одан кейін бір жылдары осы Түркістанда болды, Алматы облысында болды. Суицидтердің жиілігінің асуы көп жағдайда мына журналистердің суицид туралы ақпаратты дұрыс жеткізбеуінен де болады. Енді мен оны негізгі себеп деп айтпаймын, бірақ та қосымша себептерінің бірі. Өйткені журналистер суицид туралы ақпарат берген кезде бала қалай суицидке дайындалды, ол қалай 5-ші этажға немесе 9-ші қабатқа шықты, оның жағы шатырға шығатын есікті қалай ашты, заттарын, жеке заттарын қалдырды, қоштасты, одан кейін барып секірді, мына жерге құлады деген сияқты толық ақпарат береді. Шын мәнінде бұл ақпарат жан күйзелісінде жүрген, суицидтің бір жоспарын таба алмай жүрген адамға өте жақсы әдістеме сияқты болып қалады. Сондықтан олар қарайды оны, ішінен ойлайтындар, енді мен сияқты қиналып жүрген адамдар да жасады ғой, енді мен де жасауға болады дегендей бір ойға келіп, көбінде сол басқа суицидтердің методикасын пайдаланып жасап жататындар сол. Өйткені бір ғана Алматыда көрсеңіздер, бәрінде де жоғарыдан биіктен секіру болып кетті, көрдіңіздер ме? Мысалы, басқа өңірлерде қарасақ, ол жерде жалғасқан кезде көбінде сол дәрмен улану немесе жаңағы асылу әдістемесін көбірек таңдайды. Сондықтан бұл жерде журналистердің бұл ақпаратты қалай беру керек екен және қалай тарату керек екен, соған байланысты бір жауаптылықты қарастыру керек шығар. Өйткені ол енді біріншіден моральдық этикалық жауапкершілік, журналистер оны ізденіп қарап, оны пайдаланса жақсы болатын еді. Бұндай талаптардың барлығы қазіргі кезде Біріккен ұлттар ұйымының да, дүниежүзілік денсаулық сақтау қорының да сайттарында тұр. Ондай этиканы қолдану керек. Сосын екінші мәселе, суицидтердің көбейіп кетуі, әсіресе Алматыда және басқа өңірлерде, бұлай тікелей бағытталған балалардың арасында психикалық саулығы нашар балаларды анықтауға бағытталған шаралар жүргізілмейді көбінде. Өйткені әрбір мектепте, әрбір өңірде бұл шараны қалай жүргізу керек екенін нақты бір ортақ құралды пайдаланбайды. Әрбір психолог өзінің интернетте немесе бір оқуында пайдаланған берген құралдарды барып қолданады мектепте, бірақ та ол көп жағдайда тиімділік бермейді. Тіпті кейбір сұрақтары психологиялық жағынан бір экологиялық талаптарға да сәйкес болмай жатады. Сондықтан да біз министрлікке де, басшылыққа да ұсынғанымыз, Қазақстанда бір ғана бағдарлама жұмыс істеу керек, бір ғана стратегия болу керек, барлық органдар тек бір бағытта дұрыс жұмыс істеу керек. Мысалы, қазіргі кезде әкімшіліктердің жоспарларын қарап отырсаңыздар, ол жерде білім басқармасы да суицидпен айналысып жатады, тоқтатумен. Одан кейін
денсаулық басқармасы ол да суицидті тоқтатумен айналысып жатады. Ішкі саясат бөлімі ол да суицидті тоқтатумен айналысып жатады. Одан кейін ар жағында тағы да жаңа мәдениет не бөлімі бар, олар да суицидпен. Яғни әркім әртүрлі шаралар жүргізеді. Шын мәнінде мына Европа елдерінде, Европалық одақ елдерінде суицидпен айналысатын бірнеше шара болмайды, негізгі мемлекетпен бекітілген денсаулық министрлігімен жаңағы сараптамадан өткен бір ғана бағдарлама болу керек, бір ғана стратегия болу керек. Сол ғана өзінің тиімділігін береді. Біз ол туралы көп жерден зерттеп қарап көзіміз жетті. Мысалы, мына неде әлемдік саулықты сақтау, денсаулық сақтау ұйымы ол сөйтіп статистикасын көрсетеді. Мысалы, осыдан 20 жыл бұрын Европа елдерінде суицидтің деңгейі өте жоғары болған. Сонда 20 жылдың ішінде бұл мемлекеттер осындай стратегияларын пайдалана отырып, бір ғана стратегиясын пайдалана отырып, қазір 20-шы, 30-шы, 40-шы орынға қарай түсіп кеткен. Яғни суицидтің көлемін азайтқан. Сондықтан Қазақстанға да, біздің елге де осындай бір ортақ жоба, ортақ бағдарлама, бір ғана стратегия керек. Сонда біз ол стратегияның қалай жұмыс істейтінін, қандай нәтиже беретінін, және ол стратегияны қалай дамыту керек екенін нақты анықтап біліп, барлық органдар бір бағытта жұмыс істей алады. Суицидке байланысты тағы бір айтылмай келе жатқан, көптен бері үлкен бір сұрақ бар. Ол сұрақ мына суицидтің мәніне байланысты. Өйткені өкінішке орай көп жерде, көп органдарда да, біздің басшылықта да суицидті бір отбасының трагедиясы деп қарайды. Ол отбасыда болды, яғни ол отбасыда әке-шешесі дұрыс қарамады, дұрыс тәрбие берген жоқ деген ғана түсініктемемен тоқтаймыз. Шетелдің ғалымдары, мына сарапшылар, әлемдегі олар айтады, суицид бұл отбасының мәселесі емес, ол мемлекеттің мәселесі. Суицидтің Қазақстанда немесе кез келген қоғамда таралымы көп болатын болса, онда ол халықтың арасындағы психикалық саулық мәселесінің өршіп тұруы. Яғни халықтың арасында психикалық саулық мәселесі қиындайтын болса, онда халықта өнімділік болмайды. Онда ол халықта инновация болмайды, ол халықта ғылым дамымайды, технология дамымайды. Ертеңгі күні психикалық саулығы нашар елдер бұл керісінше дамушы елден экономикасы төмен елдердің қатарына кетеді деп айтады. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымы айтады, әрқашанда халықтың психикалық саулығын жақсарту үшін қаражат бөлу керек, көмектесу керек, және оны жылдан жылға өсіріп отыру керек дейді. Тіпті олардың беріп отырған мынандай бір формуласы да бар. Психикалық саулыққа салынған $1 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін ол $4 ұлттық өнім береді деп айтады. Сонда көрдіңіздер, бір адамға бір неге салынған $1 $4 дейін өнім береді. Бізде ол түсінік әлі қалыптасқан жоқ. Сондықтан да мемлекет басшылығында, мемлекеттік саясатта қазіргі кезде жаңағы суицидті бір стратегия ретінде әлі қабылдап үлгермей жатырмыз. Енді біз бұл мәселені айтып келе жатқанға енді қанша бір 7 жыл болған шығар, 7 жыл, 8 жылдай болып қалды. Әрине ілгерістер бар, түсінушілік бар. Қазір кезде суицид мәселесіне барып айтқан кезде, және ол мәселені талқылаған кезде жаңағы басшылықтың тарапынан қолдау бар. Енді оны ары қарай дамытып, бір ортақ бір стратегияға шығару сондай бір қажеттілік болып тұр. Егер де біздің осы 8 жыл бұрын 2015 жылдары әкімшілікке немесе мемлекеттік органдарға барып суицид мәселесін қозғап жатқан кезде олар айтады, суицид бұл тек жаратқанның ғана ісі, оған ешкім араласа алмайды. Суицид болса болады, болмаса болмайды, оған адам араласып оны төмендете алмайды деген түсінік болды. Қазіргі кезде басшылық ондай түсініктен ажырады. Яғни суицидті төмендетуге болатын нақты көзі жеткізілді. Соған байланысты ілгерілеу бар. Енді болашақта тағы да бірге отырып, талқылай отырып, бір жоба кіріп жұмыс істеу керек деп, жұмыс істейді деп ойлап отырмыз, жоспарлап отырмыз.
соған сеніміз, үмітіміз болып отыр. Жалпы осы суицидті төмендетудің тағы бір үлкен кедергі болып тұрған бұл тағы да халықтың түсінігі. Өйткені халық, әсіресе жастар, орта буындағы азаматтарымыз, әсіресе ер азаматтар, бұлар психикалық саулықты көп көңіл бөлмейді. Психикалық саулыққа көп көңіл бермейді. Өйткені ауырған кезде, психологиялық жағынан қиналған кезде олар көмек іздемейді. Оны көмек іздейтін себеп деп есептемейді. Мысалы, психикасы ауырып жүрген ер жігіттер, олар бұл мәселені шешуге өздері тырысады, қолдарынан келмейді, сонымен ішімдікке отыра бастайды, немесе үйде бір кикілжің проблемаларға ұрып соғу, тағы басқа мәселелерге келіп жатады. Олай шешілмейтін болса, ең соңында бұл мәселені шешудің бір-ақ жолы бұл өз-өзін өлтіру дейді, сол шешімге келіп отырады. Қазақстанда мына экономикалық белсенді жастағы жігіттердің суицидтан көз жұмуы енді талпынысының өзі осы Қазақстанның тәуелсіздік алғалы бері 100 мың адамнан асып кетті. Яғни ер азаматтардың суицидтің өлуі өте көп бізде Қазақстанда. Сондықтан да қоғамда қазір психикалық саулық туралы көп ақпарат беру керек. Психикалық саулығы нашарлаған адамдар қай жерге барып, қандай көмек алады, сол туралы көп ақпарат беру керек. Және ол көмекті барып алу үшін ол көмекті беретін ұйымдар дұрыс жұмыс істеу керек. Мысалы, 2015-17 жылдары адам өзін депрессиядамын деп есептесе, немесе менің баламның бойында ауытқушылық бар деп есептейтін болса, ол баратын жері жоқ, көмек алатын жері жоқ болған. Өйткені психолог ондай жағдайда көмектесе алмайды. Поликлиникаға, емханаларға баратын болса, ол жерде психикалық саулық дәрігері жоқ. Баратын тек бір ғана жер, ол психиатрия орталығы. Енді әрине, ол кезде азаматтар біз саумыз, біз есіміз дұрыс, сондықтан психиатрияға бармаймыз дейді, оған бару мүлдем дұрыс жол деп есептемейді. Сөйтеді, бұндай азаматтар көп жағдайда өзінің ауруымен өзінше болып қалады. Оның клиникалық себептері ары қарай өлім туралы ойлау, өлім туралы жоспарлауға кетеді. Сонымен адамдар суицидтен, жас жігіттер суицидтен көп көз жұмып жатады. Сондықтан да қоғамда психикалық саулық туралы көп айту керек, ақпараттық кампаниялар жүргізу керек. Мына адамдардың, жастардың, ер азаматтардың барып көмек алатын орталықтарын көбейту керек. Әсіресе мына жастар орталықтары өте жақсы көмектесуі мүмкін, сосын емханалар жақсы көмектесуі мүмкін. Одан кейін бір үлкен бөлігі болып табылатын біз биылдан бастап іске қосып отырмыз. Екінші жыл болды іске қосып отырмыз. Бұл мына адамдарға онлайн арқылы көмек беру. Яғни психологпен онлайн байланысқа шығып, бұл мына BFLine жобасы бар. Яғни BFLine жобасы бойынша кез келген азамат BFLine сайтына кіріп, өзінің телефонын қалдыратын болса, біздің психологтарымыз байланысқа шығып, оған көмек бере алады. Яғни адамдардың көмек алу мүмкіндіктерін көбейтетін болса, онда Қазақстанда да халықтың психикалық саулығын жақсартып, суицидтің көлемін төмендетуге болады. Суицидтің алдын алу үшін мемлекет те, ата-аналар да күш салуы қажет. Олар жасөспірімдермен ашық және сенімді қарым-қатынас орнатып, балалардың ішкі жан дүниесіне қызығушылық танытып, олардың мәселесіне құлақ салса, қайғылы жағдайдың азаяры анық. Мемлекет пен қоғамның белсенді әрекетінің арқасында елімізде өмірмен қоштасуды емес, достасуды қалайтын балалардың саны артады деп сенеміз. Абдрахманов Мағжан, Абдрахманов Дулат, арнайы QR News үшін.